Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біздің сұхбатымыз өте мағыналы болады деп ойлаймын. Енді ең алдымен өзіңізді біздің оқырмандарымызға және ұстаздар қауымына таныстыра өтсеңіз. Менің аты жөнім Ташимова Мейрамгүл Қылышбекқызы, Түркістан қаласындағы номері 5-ші Ғани Мұратбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Қазіргі таңда 1-ші сыныптың жетекші педагог зерттеушімін. Өте керемет. Енді білім саласындағы жолыңыз қалай басталды? Білім жолындағы салам 2018 жылы 18 қыркүйек күні осы Ғани Мұратбаев мектебіне жұмысқа тұрғанмын. Содан бері осы уақытқа дейін 26 жыл аралықта сол мектепте тапжылмай қызмет етіп келе жатырмын. Өте керемет. Осы алдағы уақытта білім беру жүйесіне қандай өзгерістер болғанын қалар едіңіз? Енді қазіргі уақытта жан-жақты дамып жатыр ғой. Көптеген өзгерістер болып жатыр. Енді жеке тұлға тәрбиелейтін білімді ұрпақтарымыз көп болатын, жақсы дүниелер, жақсы жаңалықтар болса деген ойдамыз. Керемет. Енді оқушының бойында ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңіру үшін осы мұғалімнің әсері мен рөлі қандай деп ойлайсыз? Мұғалімнің рөлі бұл жерде баланы жан-жақты дамыту, адамгершілікке, адал тұлға етіп қалыптастыруға рөлі өте зор. Өйткені ата-анамен қоса оқушы мектепте тәрбие алады және сонымен қатар білім алады. Енді құндылыққа негізделген оқыту болашақта оқушы тұлғасына қандай әсерін тигізеді деп ойлайсыз? Қазақ халқының салт дәстүрлерін, жақсы құндылықтарын, үлкенге, кішіге қамқор, ізет көрсететін құндылықтарды бойына сіңіреді деп ойлаймын. Өте керемет. Жаңағыдай енді өзіміздің ұстаздық жолдарын енді бастап келе жатқан жас мұғалімдерімізге айтатын кеңесіңіз болса? Шаршамай, шалдықпай, үнемі ізденісте жұмыс атқарса, шығармашылық табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Өзіңіздің мазмұндауларыңыз бен құнды кеңестеріңізді айтқаныңыз үшін өте көп алғысым шексіз. Көп рахмет. Осы сұхбатымыз енді білім бөліміне өте қатты бір әсерін тигізеді деген ойдамын. Осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Енді рахмет, қош, сау болыңыз.